екен аға. Елдегі жағдайға оралайық, дәл қазіргі таңда теңге санының құбылып жатыр аға. Тіпті қазір мына елдегі азаматтар 500-ден асып кетсе де елең етпейтін күйге жетті. 510, 520, 530-ға шығып кетсе де, дейді. Бұл да сол жаңа санкцияның салқыны ма аға? Ұлттық банктың жасап жатқан мына шешімдері, шұғыл қабылдап жатқан шараларына көңіліңіз бола ма? Енді басқа түсі баспақшыл дейді ғой. Барлығына көнесің енді. 500 бола ма, 600 бола ма да көнесің, 700 болса да көнесің. Бірақ енді бұл әр нәрсенің өзінің шегі бар ғой. Шексіз нәрсе жоқ. Әзір енді мынау 400-ден асып 500 болды, 500-дің бәлен ортасына келді. Бірақ ол шексіз арқылы кете беретін нәрсе жоқ. Әрбір нәрсенің өзінің ақшаның өзі тауар. Әрбір нәрсенің өзінің мезгілі болады. Әрбір нәрсенің өзінің шегі болады. Сол шекке барғаннан кейін ол қайтадан қайтады. Ұлттық банктың істеп жатқан шаралары дұрыс. Ең бастысы ұлттық банк мәселен мемлекеттің осы нарықтық шаруашылықтағы мемлекеттерде қайту керек. Мемлекет нарыққа араласпау керек дейді. Нарық өз мәселесін өзі шешеді деген экономиканың назариясы бар, теориясы. Бірақ бұл мемлекет араласатын кез болады. Яғни оны жаңағы екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Американың Кейнс деген экономисті содан бастап ол айтты, макролық реттеу деді. Мемлекет бұндай кездерде мейлі осы экономика қатты дамып қызып кеткен кезде, болмаса дағдарыс болған кезде, сол кезде мемлекет міндетті түрде араласу керек экономикаға. Араласып макролық реттеу болмайтын болса, экономикалық дағдарыс ол саяси дағдарысқа апарып соғады. Сол үшін саяси дағдарысқа апарып соқпау үшін мемлекет сөзсіз араласады. Оның араласқанда қайтеді, оның жаңағы қазыналық саясаты мен ақша саясаты екеуі бірге қосылып жүреді. Атап айтқанда, ұлттық банкпен біздің жаңағы қаржы министрлігі, яғни үкімет пен ұлттық банк екеуі бірдей сәйкесіп саясат жүргізу арқылы осы экономиканы уақытша өз жаңағы рельсіне түскенге дейін реттеп отырады. Бұл жаңағы интервенция жасау, бұның барлығы орынды. Бірақ бұны мәңгі интервенция жасай беруге ол болмайды. Ол өйткені нарықтың заңына қайшы болады да, біз жалпы өзіміздің ұлттық қордағы және де халықаралық резервтегі ақшаның барлығын жұмсап бітеміз. Ол кезде біз қайтеміз. Ол кезде шетелден импорт қылып тауар алайық десек, тауар алатын қолымызда ақша болмайды. Ол кезде нағыз құнсызданудың, нағыз күйреудің әкесі сонда болады. Жаңағы ұлттық қордан сыртына халықаралық резерв деген біздің өзіміздің жаңағы импортқа дайындап отырған ақшамыз бар. Біз жылда қанша импорт жасайтын болсақ, сонша ақшамыз, долларымыз, яғни жаңағы шетел валютасы біздің қолымызда тұру керек. Егер де ондай болмаған шартасында бізде онда шетелден қажетті тауарлар сатып ала алмаймыз. Сонымен теңгенің құны тіпті де жоғала береді. Сол үшін біздің ұлттық банктың әзірге жасап отырған саясаты уақытша дұрыс, бірақ ұзақ болашақта бұл бәрібір нарықтың заңына қайшы. Бәрібір бұны осы бет ұстап тұра алмайды. Сол үшін енді уақытша бұл мәселені дұрыс деп есептеймін. Ұзақ болашақта бәрібір қоя береді. Енді теңгенің жаңағы құны жөнінен айтатын болсақ, құлдырау жөнінен айтатын болсақ, теңге меніңше осыдан арғай мәңгі арғай 500-ден 600-ға, 600-ден 700-ге өтіп кете бермейді. Осы 500-дің ар жақ бер жағында тұрып қалуы мүмкін. Олай болатында бірінші жаңағы ұлттық банктың саясаты, жаңағы қаржы министрінің, яғни үкіметтің осы экономиканы құтқаруға істеп жатқан қатысты қолдау саясаттары, және де сонымен бірге осы нарықтың өзін-өзі реттейтін бір қасиеті болады. Сол арқылы бізде ең басты нәрсе не болып отыр? Экономикада ешқандай шектеу жоқ. Баяғыда жаңағы пандемиядағы сияқты бәріміз үйде қамалып отырғанымыз жоқ. Тірі адам тірлігін істеп жатыр. Сонымен осындай тіршілік болатын болса, ол экономика бірте-бірте өзі сауда-саттық жүргеннен кейін экономика көтеріледі. Сауда-саттық бар жерде экономика бар. Сауда-саттық, құдайға шүкір, әзір жүріп жатыр, ешқандай шектеуге ұшырап жатқанымыз жоқ.
сол осы экспортымыздың шектеулері алынып тасталса, жаңағы транзиттік жолдарымыз ашылса, сонымен басқа осы жаңағы динамикалық әсер бұл енді рубльдің құлдырауына байланысты теңгеге болған бұл динамикалық әсер азайғаннан кейін теңге орнына қайтадан түсу мүмкін. Сол үшін жаңағы осы бұған байланысты теңгенің мәңгі ары қарай құлдырай беруі де мүмкін емес, осы мөлшерде сақталуы мүмкін. Егер де мұнай мәселесі, мұнай осы жалғасты осындай жоғары бағада тұратын болса, мүмкін біздің ары қарай теңгеміз және де осы баяғы сол жаңағы 400-дің ішіне құнына қайтуы да мүмкін. Одан да мен жалпы оптимист адаммын, сондықтан өте экономист ретінде осы Қазақстан экономикасы жөнінде қазіргі ұзақ мерзімде, яғни біз 1 жыл шыдасақ, екінші 23 жылдан кейін бізге жақсы болады деп ойлаймын.